Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео менің бір күнім жайлы болмақ. Білесіздер, мен үйде отырғандықтан бір мезгіл видео түсіру менің хоббиіме айналды. Бүгінгі менің бір күнім осы ауылдан келген посылканы ашумен басталды. Ауылдан атам мен енем банкі ет беріп жіберді. Негізі бізге жылда бір сиырды сойып төртке бөліп беріп жібереді. Ал мына коробкада Ержан деп жазылып тұр. Бізге, менің бала-шағама бұйырған коробка осы. Енді еттің барлығы бөлініп, тұздалып келген. Тек менікі пакет-пакетке салу ғана ғой жұмысым. Өйстіп ашып аламын. Бұл видеоны түсіріп, коробканы ашып, еттерді мына жерге қоям дегенге дейін артта деген бала-шаға у-шу, мама мына жерме тиісті, бүйтіп тиісті, ол бірінші бастады деген тақырыптар басталды. Фарш біразға дейін жететін болды. Мына қыздар маған көмекке келіп жатыр. Қан қыздар? Ан жаққа барыңдар, Еркеназ көтеріп алып кет. Еттегі ең оңай жұмыс ол тамақ істеу ғой етпен, әйтпесе оған дейінгі жұмыс ішек-қарыны бар, тұздауы бар, бөлуі бар, шаршап кетесің ғой. Еще мынау еттің ішінде өкпе бауыры бар, қуырдаққа да. Осылай етті реттеп жатып, Еркеназ деген жазуды тауып алдым. Бұл менің ең кішкентай қызым. Бұған дейін біз Жазира деген жілікті жегенбіз. Фарштың етін барлығын осылай бөлшек-бөлшек қылып бөліп алдым. Құдай қаласа бөліп реттеймін. Бұл уақытта уже біз Айзере сабақтан келді, біз ет астық, арасында қонақ та келіп үлгерді. Сонымен бала-шағамды киіндіріп, курткамызға барып қайтайық деп шештік, папамызға қарап отыра бермей. Қазір балалармен шығу 30 минут уақытымды алады. Бұрында үшеуі кішкентай кезінде 1 сағат уақытымды алатын. Или менің опыт жинадым тез-тез киіндіруге. Сонымен далаға шықтық. Негізі курткамызды бергенімізге 1 аптадан аса уақыт өтті. Тігінші ауырып қалып, ұзаққа созылып кетті. Қызым деген жұқа курткамен жүр, соған папамызды күтпей-ақ өзіміз бара берейік деп шештік. Далада аппақ қар жауып тұр. Мына жерде 2 қызым Еркеназға қалай қар жеу керегін үйретіп жатыр. Осылайынан шамалы ойнап алдық. Одан кейін курткаға барып қайттық. Куртканы алып 2200 теңгеге шықты. Өте аккуратны тігіп беріпті. Мына куртканың қай жерінен алғанын мен түсінбей қалдым. 2 қызыма бірдей қылып киіндіріп, шахматына жібердім. Бұл екеуі кетісімен 2 кішкентайым ұйықтады. Соны пайдаланып, мен жаңағы фаршымды жуып тазалап, реттеп алдым. Алдымызда жаңа жыл, білесіздер, соған кішкене мына бөлмеме өзгерістер енгізгім келіп жатыр. Осы бөлмеме және де ас үйіме кішкене жаңадан ыдыстар алғым келіп жатыр. Ол үшін мен жолдасым базарға бару керек. Құдай қаласа, алдағы уақытта сіздермен видеомен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.